Hurricane Media представляет. Алла ұлы, Алла ұлы. Бұл әуезді әуен адам баласын күніне 5 рет сізбен бізді намазға шақырады. Ол Алланың бірлігіне шақыратын азанның үні. Азан араб тілінен аударғанда хабарландыру, құлақтандыру деген мағынаны береді екен. Қазіргі күні жердің қай бұрышын, қай құрлығын, тіпті қай аралын ал, азансыз ауыл таппайсыз. Исламда ең бірінші азаншы ол Билал ибн Рабах. Яғни ол ислам тарихында ең бірінші муадзин болып есептеледі. Алғаш рет бірінші азан Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям кезінде Мединада айтылған. Олай болса, азаншы Нұр Мұхаммед ағамыздан азанның қыр-сырын сұрайтын боламыз. Нұр Мұхаммед аға, азан айтып жүргеніңізге неше жыл болды қазір? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Жалпы азанға деген қызығушылық, азанға сондай құрмет жастайымнан басталды. Әкемнің ағасы болатын, үлкен, ол кезде 70 жаста болатын. Сол кісі алғаш рет мені 4-ші сыныпта қолына жетектеп мешітке апарды. Ол кісі өзі үлкен намазхан кісі болатын. Содан имамның сабағын алып, мұғалім сәнін сол жерде оқып бітіріп, сол жерде жүрген кезде. Неше жыл бұрын сонда? 2001 жылдары. 20 жыл. Сол кезде бір сағат болатын, мешіттің формасында ол азан айтатын сағат болатын. Түркияның азаншы болу керек, өзі балам. Сол азанға өте бір сүйсініп, ғашық болып, азанның дауысына, азан айтуға. Сөйтіп, сол дауысты ыңылдап жүріп, жаңағыдай азанды жаттап, сол мақамын шығарып. Сөйтіп, өзімнен өзім бір, өзі кішкентай кезде үйде сиырлар көп болатын, қойлар көп болатын. Соларды үлкен бір ашықтық айдалға кетіп қалатын. Сол кезде өзім айқайлап азан айтатын, ешкім жоқ жерде. Сөйтіп, былайша айтқанда репетиция жасайтын, жалғыз өзім. Сөйтіп жүргенде бір күні мешітке келді. Мешітте жаңағы мұғалім сәнін оқып жүрген кезде, сол жұма күні болу керек, есімде. Жұма күні азаншы болмай қалды. Сөйтіп, имам шығып, кім азан айтылады шықсын деді. Сосын мен бала болсам да, мен айтамын деп қолымды көтердім. 30 шақты баланың ішінен алғаш рет азан айттым. Сонда бірінші рет азан айтқан кезімде бүкіл жұмаға келген адамдардың бәрі, жұмада дәрет алып жатқан сыртта адамдардың бәрі сондай бір сүйсініп тыңдаған екен. Кейіннен естуім бойынша. Түсінікті. Мынау мен өзім енді естуім, Түркияда 5 уақыт намазға 5 түрлі азан айтады екен. 5 түрлі. Сізде де солай ма? Альхамдулилля. Сол көбінесе Мекке мен түріктердің азандары ғой. Бірақ әртүрлі мақамда болады. Жалпы оның ішінде Мишар Рашид бар, Мекке болғанымен, араб елі болғанымен, Мишар Рашидтің азаны бар, Алимулланың азаны бар, 7-ге барады ғой. 7 мақаммен айтасыз ғой. Енді ол тек шетелдің жаңағы азаншыларының енді мынау жаңа әуеніне мақамын. Өткен мынау сыртта жүрген адамдар болсын, мешіт ішінде отырған адамдар болсын, ол азан адамның бір жүрегіне жету керек. Өзімізде де болады ғой. Азанды естіп отқан кезде жүрегің елжіреп, соны жылағың келіп, сондай болады ғой. Енді қараңызшы, кез келген адам азан айта алмайды, есту қабілет дейміз, ол мықты болу керек дейді. Слуха ой аппарат деп айтып жатады. Жалпы слух, яғни жаттау қабілет, есту жаттау қабілет өте маңызды. Адам
естіген нәрсесін ең бірінші жаттау, яғни ыңылдап, іштен ыңылдап жаттайды. Музыка дейді ғой, яғни оның әуенін жаттайды, әуенін ыңылдап шығарады. Кез келген азанды ең бірінші адам әуенмен шығарады. Әуен деген болғанда, яғни Аллаху акбар, Аллаху акбар, осыны іштен ыңылдап жүріп шығарады. Оны кез келген адам айта алмайды ғой. Иә. Оған жаңа айтып отырмын ғой, енді есту қабілет ол алдыңғы қатарларда ма? Иә, өте алдыңғы қатарда. Есту қабілетіңіз, жаттау қабілетіңіз жақсы болу керек. Енді көп адамдар ойлайтын шығар, мен де солай ойлайтын бұрын, дауысты күту ол тек өнер адамдарына тән қасиет шығар деп ойлайтын. Мына дауысты қалай күтесіз? Иә, дауыс өте маңызды. Адамның дауысы ол сиқыр ғой. Яғни сіздің әдемі дауысыңыз болса, қоңыр дауыс өте керек нәрсе де қоңыр дауыс. Бірақ өкінішке орай бізде қазір қоңыр дауысты адамдар аз. Оның бірден бір себебі біздің суық су ішуіміз. Дауысты күтпейді. Иә, дауысты күтпейді. Менің жалпы қазіргі таңда жалпы дауысты күтіп бір нетіп жүргенім шамалы. Кереметтей бір жаңағы суық су ішпеу керек деген сияқты. Өз басым, мен жаңағы айтқан сөзіме қарама қарсы болып тұр да, өз басым күтіп жүрген жоқ. Дауысты қазір күтіп жүрген жоқсыз. Иә. Бірақ алхамдулилля азан айтқан кезде жүректен шыға ма екен, әдемілеп айтуға тырысамыз. Аға, өзіңізден бір азан сұрасақ? Бисмилля. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ашхаду ан ла илаха илляллах. Ашхаду ан ла илаха илляллах. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على Allahu akbar, Allahu akbar. La ilahe illallah. Азанның сөздерінің мағынасы терең ғой енді. Намазға асығыңдар, құтылуға асығыңдар деп. Сол намаз айтып отқан кезде өзіңізде бола ма? Көзіңізге жас келіп, жаңа айтып отырмыз ғой енді, сіздің азаныңызды естіген адамдар келіп сізге жылы сөздер айтады. Енді өзіңіз сол азан айтып отқан кезде қандай сезімде боласыз? Жалпы азанға бисмилля деп микрофонның алдына шыққан кезде Аллахтан дұға етемін. Аллахым, сенің есімдеріңді адамдарда намазға асығыңдар, құтылуға асығыңдар деп шақыруымды бір көркем түрде шығаршы. Аллахым, сенің есіміңді көркем түрде ұлықтайыншы деп өзім дұға етемін. Әр намаздың алдында, әр азанның алдында. Жалпы азан деген
пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқандай 7 жыл азан айтқан адам жәннатта ең биік адамдардың қатарында болады дейді ғой. Енді Аллах тағала сол күнге жеткізсін, Аллах тағала нәсіп етсін. Жалпы ниетімізде, арманымызда, мақсатымызда сондай бір иншалла үлкен бір дәрежелерде болу ғой. Бұл денеде емес, яғни ақыретте. Аға, естіп отырмыз ғой, азан жарыстар болады. Қазір альхамдулилля көп естимін. Сол азан жарыстарға қатысып тұрасыз ба? Азан жарысына қатысқанбыз. Яғни қатысқанбыз дегенде, осы Жамбыл ауданынан 2 жігіт болып қатыстық. Ол жігіттің өзі менің туған құда балам болған. Екеуміз де осы Ұзынағашта да көптеген жігіттер таниды. Жеңіс десе, оны көптеген жігіттер таниды. Сол екеуміз орталық мешіттің ұстаздан Ернар Мәжен ұстазы бар ғой. Сол ұстаздың себебімен азан жарысына қатыстық. Үшқоңыр медресесіндегі. Біздің бастаушымыз алдымызда жүріп бастаған Мұхаммед Кәрім деген ұстазымыз болды сол кезде. Сол Мұхаммед Кәрім ұстазымыз алып барып екеуміз Үшқоңыр медресесінде азан жарысында 13 бала қатысты. Алматы облысынан 13 жігіт. Соның ішінде бірінші орын алдым. Сіз бірінші орын алдым. Жаңа құда балам екінші орын алды. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alassalam. Hayya alassalam. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La